Сәлем, қайырлы күн достар, сіздермен бірге Көктай. Бүгін мен сіздерге өзімнің жұмыс орнымда және өзімнің істетіп отырған барлық компьютер бөлшектерді соларды таныстырып, бір-бірден бөлісіп сөйткім келеді. Ең алдымен үлкен сыртқы әлпетін көріп алыңыздар. Осы бір бұрыш менің жұмыс орным, және ойын орталығым, және кино көретін, демалатын, тамақ ішіп ұйықтағаннан басқа негізі барлық жерде осы жерде отырамын. Өкінішке орай, біріншіден менің бөлмемде төк көзінен біреу ғана. Сондықтан мына жерде мынандай көбейткіштен біреу алдым да, екеуім, біреуін модем, біреуін Wi-Fi алды. Мына неге қойып қойды демеңіздер, мынадар. Ар жақта күн түсіп тұрады ғой былай. Күн түскен кезде былай көлеңке болып қызып кетпесін үшін. Сосын осылай келеді, міне көріңіздер. Ең бірінші сіздерге таныстыра кетейін, мына менің мониторым. Бұл нақтысын айтқанда телевизор. Бұл OLED, бұның нақты аты LG OLED Evo C2 деп аталады. C2-нің ішіндегі 42 дюймдық, 42 инч. Яғни дюйм деген сөзді сіздерден үйрендім негізі келіп. Тілім келмей, дюйм деп білмеймін. Міне көргендер, OLED-ді мен таныстырмай қояйын, оның бәрін интернеттен көре жатарсыздар. Қысқаша өзіміздің адамның сөзімен айтқанда, бұл өте керемет. Ай, молодец болды бір ауыз сөз. Сосын екіншіден мына жерде мынау менің PC-ім. Бұл менің PC. Мына жерде көргенде PC-дің ішіндегі ең үлкен, ең дәу және ең қымбат бөлшегі мынау RTX 4090. Бұны не үшін 4090 деп айтты дегенде, бүкіл ағылшын әлемі, бұларды солар жасады ғой. Солар өздерінің жасаған елдері бұны 4090 деп айтады. RTX 4090. Сондықтан менде де солай 4090, кейбіреулер 4090 дейді, мен 4090 деп айтқым келеді. Сосын міне бір құстың басы шығып тұрған, ол гигабайт Aorus, бәріміз білеміз. Мынау CPU суытқышы. Бәріміз білеміз, CPU деген оңай жанып қызып кететін зат. Сондықтан оның қысуын, ашуын басу үшін мынаның ішінде су бар, өзінің арнайы суытқыш. Сол суы бір ыстық, біреу жібереді, біреу қайтадан ішіне айдайды. Сол арқылы мына жерде радиатор бар. Көрінді ма, көрінбеді ма білмеймін. Мына жанып тұрған 3 жуан радиатордың желдеткіші ғой сол. Мына алдыңғы жақтан суық желді ішіне қарай тартады. Сонда ішіндегі ыстық желдерді қайтадан мына жерде тағы бір желдеткіш бар. Артында да біреу бар, ыстық желдерді сыртқа қарай айдайды. Солай алану жанып тұрған екі зат, ол RAM деп аталады. 77 ата-бабамыздың тілімізбен айтқанда не дейді? Памят дей ма? Помидор білмеймін. Сол бірдеңе дейді өздерің. Білсеңіздер болды ғой. Осылай, сосын мына жерде мынау зат жақындағын айттым, бұны бәріміз білеміз. PlayStation 5. PlayStation 5. Бұл жапониялық нұсқасы. Біздегі бағасы өкінішке мен қанша 300 мың деді ма? Шіркін жылағым келді ғой мен еңіреп тұрып. Біздегі кіріс айлық деген өте аз. Біздегі айлық кіріс елмен салыстырған кезде өте төмен. Оған қарамай біздегі зат бағасы деген көк кеткен ғой. Мынаның шын бағасын сіздерден жасырмайын достар. Мен мынаны қанша қалдырдым біз? Теңгеге шаққанда қана 1-ге 5-ті қосса қанша? 8 бола ма? 8-ге 2-ні қосса 13. Мынау 160 мың теңге ғой. 170 мың теңге. Бізде 300 мың теңгеден түспейді. Мен айтқаным ана ресми сату орталығында, сауда орталығында. Сосын мынандай бір зат өте керек екен достар. Мынаны мен таппай, ақыры сол Қытайдан алдырттым. Мына затты, мынау не деп қалмаңыздар. Мынау ішін ашсам көресіздер. Міне біткен қоқыр қоқыс осындай шашылып жатқан сымды ішіне тығып
кішкене ереттеп ана буп түйетін жерін буп түйіп жауып, сосын мынаны жауып тастаймыз, болды. Бұл не үшін былай тұр дегенде, бұның ар жағына анандай екі еселенген, екі қабатталған анандай скотч деп айтасыздар ғой, сонымен жапсырып тастадым. Соны жапсырып тастадым да, сосын былай келеміз. Сосын мынандай бір зат сатып алдым. Мынаны мен негізі таппадым. Өзіміздің базардан таппай, сосын бұл кабель клипс. Бұл анандай сымдарды реттеуіш дейміз ба? Ол мына зат не. Көріп отырсыздар ма? Өте қолайлы зат. Мына жерге мына жақтан кеткен телефон зарядкасын осы жерге қойып қоямын, сосын керек кезде телефоныңызды осылай осы жерде зарядтай бересіз. Міне, дәл осылай. Ретте тұрады және көрінген жерде шашылып жатпайды. Өте қолайлы, жақсы зат. Сосын мен тағы мынандай бір затты да алдым, міне. Мынау да реттеуіш сымдарды сол. Бұл мынандай зат. Мынаның арты желім, жапсырады, мына жер. Міне осындай. Бұның не керегі бар дегенде сіздерге көрсетемін. Мысалы, мына жерде менің микрофоным жалғанып тұр. Мен әдетте сіздерге бірдеңелерді ойнап көрсеткен кезде осылай отырамын. Осылай мына жерде отырамын, жуан басым мына жерде тұрады. Сөйлеймін, дауысымды қабылдайды. Сол кезде мынаның салақтаған өз дамбалдың бауы сияқты ұзын бірдеңесі бар. Бірақ былай қарасақ көп білінбейді. Ол қайда дегенде ол астыға тығып тастадым, міне. Қараңыздар, дәл жаңа көрсеткен зат. Үстіге шаптадым да, мынаны орап тастадым, міне былай. Сонда осыда жасырын көрінбей, ешқандай ары бері отырып, жүріп, тұрып кеткенге аяқты шалмай, дұрыс әдемі көрсетеді, міне. Міне екеуін бір жерге қойып қойдым. Сосын тағы сіздерге не айтайын дедім мен. Дұрыс. Одан кейін таныстыратыным әдетте мынаны кейборд дейміз. Кілт тақта дейміз. Енді анау 77 ата-бабамыздың тілімізбен не дейтінін білмейді екен мынаны. Осыдан біреу алдым. Мынау негізі жылтыңдап жанып тұрады әртүрлі. Кемпір қосақ сияқты реңдер деген бірақ та мен өзім ондайды ұнатпаймын, өзі жай ғана кішкене көкшіл рең тұрақталып қойдым. Мына жерде бірнешеуі мынаны әрбіреуін бір талдан алып тазалағам ғой мен мынаны. Сосын мынау Razer'дікі. Razer. Осын сатып алған кезде бір қызық болған, дұрыс сіздерге айта кетейін. Сауда орталығына бардым. Өзін алдын ала интернеттен сабақ алып көріп қойған ғой. Дәл осыны алғым келді. Сосын барып сатушыға айттым. Razer'дің кілт тақтасы керек дедім. Содан кейін маған қарап тұрып. Дейді, сосын мен Razer'дің кейборд керек дедім. Razor'дың басатыны бар ғой, тықылдататын компьютерге. Содан кейін содан кейін бірдеңе ма деп бір орысша бірдеңесін айтты. Сол деп жүріңіз деп сосын алып барды. Сол жерде қызық. Сонда мен мынаны Razer дейді екен мынаны. Ырды қырқып отырып айтады екен. Razer. Білмеймін неге не үшін олай айтатынын. Біреуге ат қойғанды сондай ұнататын сияқты, Сосын менің мына кішкентай тышқаным. Мынау Logitech ба, мына кіреккен ұятпақ қалды. Мынау сымсыз. Негізі мен осыны істеткеннен кейін ешқандай сымы бар істеткім келмей қалды өзім. Өте қолайлы мынаны. Мынау да негізі жанады. Мынау G деп тұрғаны жанып жылтыңдайды. Сондай. Мынау ашып жабатын түймесі. Қолға өте ыңғайлы ұсталған қара. Ең бастысы мынандай сүйретілген дамбалдың бауы жоқ мына жерінде. Сосын емен еркін қозғап істете аласыз. Міне дәл осылай. Сосын айтпаған, мынау бар екен ғой дұрыс. Сосын мынаны алдырттым, достар. Мынау бір өте керемет жақсы нәрсе ғой мынаны. Мынау қымбаттай емес. Өкінішке орай, мынау біздің базарда жоқ екен.
Сосын мына жерде кішкене бір жарнамалап қысқарта кетейін достар. Егерде осы ұқсаған заттарды алғыларыңыз келсе, мысалы мынандай, және мынандай, және арзан PlayStation, сол сияқты заттарды алғыларыңыз келсе, я маған хабарласыңыздар. Каналымда жазылып, тиктогыма хат қып жекелігімен сөйлеп қойсаңыздар, небәрі ары кетсе бір 14 күн ішінде келеді. Солай. Міне көріңіздер, мен мынаның үстіндегі әрбір суретін өздеріңіз былай кастом арқылы аласыз. Мына жерде мынау не білесіздер ғой барлығыңыздар, не? Umbrella Resident Evil деген ойынның ішіндегі үлкен биохимиялық зертхананың солардың логоы. Осылай мен мынадан екеу алғам, дұрыс не? Біреу мына сияқты. Әлем картасы. Мына жер Канада, United States, Brazil. Ал біз болсақ Central Asia, Қазақстан. Мына Қазақстан деу керек еді. Қазақстан. Не сияқты айтатындар бар. Міне осы сияқты. Мынау керемет. Мен мысалы осылай қойып қойсаңыз. Негізі осындайды бір істеткеннен кейін, мынандай алақандай бір мынандай бір болады ғой, астына қойып қоятын. Не дейді, сіздерді не дейді, білмеймін. Ондайды істеткен, мынаны істеткеннен кейін ананы істеткіңіз келмей қалады негізі. Өте керемет, ретті. Мынау менің бұрынғы істеткенім ғой. One Piece. One Piece көретіндеріңіз бар ма арадарыңызда? Комментарияға жазып қойыңыздар. Мен негізі осы Қазақстанға келгесем, осы Қазақстанда One Piece анша танымалы және қызу, елдерге қызу емес сияқты ұқсап көрінеді өзіме. Мынау One Piece деген. Бүкіл әлемде One Piece, Naruto десе. Сол кезде өзім жасатқанмын. Мынау сәл кішірек анадарға қарағанда. Анадан қарағанда сәл кішірек. Бірақ ештеңе етпейді. Сосын мынау AVA Ultra High Speed HDMI кабель. Мұнан қазақшасы да бар екен. Ультра жоғары жылдамдықты HDMI кабелі. 8K Ultra HD. 3 метрлігінен алдым. Мұнан не үшін сатып алдым дегенде? Мұна PlayStation'ның өзінің берген HDMI сымы. Және мұна телевизордың да өзінің HDMI сымы бар, бірақ та олар өте қысқа. Оны жалғау үшін тығатын ауыздар мына жақта, сонда мына жерге жалғап бүйтіп астынан бүйтіп келген кезде мына жерге келіп қалып үзіліп қалады. Мынаған жет, былай тартсаң мынаған жетпейді, былай тартсаң мынаған жетпейді. Сондықтан мен содан екеу алдым. Екеу алып міне. Мына жерде кішкене буып түйіп береді деп, жақсы көрінсін деп. Осылай жасадым, міне қараңыздар. Керемет. Сосын менің осы 2 күннің алдында ойнаған ойыным, бұл жаңадан шыққан PlayStation'да Final Fantasy 16, соның демоы. Соны ойнап осыны түсіргенмін, мұны толық HD нұсқасында. Көрсеңіздер, дәл осыны мен YouTube каналыма шығарып қойдым. Көрсеңіздер болады. Ал мұның PlayStation'да ойын. Мен PlayStation'ды қалай компьютерге жазып сақтап алдым дегенде, PlayStation'ның өзінде де сондай жазып сақтап алатын ішінде жүйесі бар, бірақ та ол ең жоғары дегенде 1K, яғни 1080p тұнықтығында шығарылады. Және ол пәленбай уақыттан аспайды дейме, бірдеңесі бар. Тұнықтық сапасы жетпейтін аған. Сондықтан мен бұны қалай жазып алды дегенде, ертеде тағы бір видеомда көрсеткем, сіздерге Capture Card деген бір зат бар. Бұл Capture Card деген зат PlayStation'нан сигнал шығады, HDMI сым арқылы шығады, шығып барып телевизор немесе мониторға жалғаймыз, сосын барып сол көріністі бізге көрсетеді. Ал сол басқышта біз ортадан қағып аламыз оны. Ей бауырым, қайда кетесің? Тоқта деп, Elgato деп тұр ғой, көрдіңіздер ме? Дәл осы мына зат. Осыған PlayStation'нан сигнал шығады, шығып келіп ең бірінші телевизор емес, осы Elgato Capture Cardқа жалғанады. Мынаған жалғанады, сосын ол Elgato оны ортадан қағып алып копиялап алады. Содан кейін қайтадан әуелгі сигналын
тағы бір HDMI сым арқылы телевизорға жалғайды. Соны телевизордан да көре берем. Ал бірақ та ортадағы сигналды мынау қағып алды. Соны қағып алған соң оны компьютердің ішінде сақтап аламыз. Ол сондай зат. Сосын мынау менің сіздердің наушник. Мынау наушник. Мынау Steel Series. Мынаны алғаныма кішкене өкініп қалдым. Сол кезде кішкене ақша қосып ана сымсызын ала салсам ба деймін. Мынау не мынау? Қараңыздаршы мынау. Не мынау? Мынаның өзі құдайым, мынаны тайынша байлайтын арқан сияқты мынау ұзын екен мынау. Сосын ұзынына қарамай мына жерге орап тастадым мен. Сонда да салақтап тұр. Осы, сосын тағы бір кішкене айта кеткім келетін. Мен өзім реттілікті жақсы көретін адаммын. Шашылып көрінген жерде жатқанды ұнатпаймын. Сондықтан мына жер алдында барысып, мына үш жаққа қарап тұрған. Оны мен мынандай бірдеңемен буп түйіп қойғанмын. Көрдіңіздер ме? Мына жерде буп біреу ұқсатып шама бар ретті максимал деңгейде. Осылай тұрады. Сонда міне бір шама ретті көрінеді. Мен отырған кезде негізі сым көрінбейді көз алдымда. Ал мынау болса Coca-Cola білеміз. Мына жаңа магазиннен сатып алғам 470 теңгеге. Ол дәмі жақсы. Қандай екен ішіп көрейміз. Сосын мынау микрофон. Мына затты айта кетейін. Осы кезде көп телевизор немесе монитор өздерінде спикерлер болады. Бірақ та оны менің сөзімді тыңдасаңыздар, дүкенге барып бір 5000 теңгеге дәл осындай біреуін алыңыздар. Мынаны мен сондай қалғам. Ешқандай телевизор немесе монитордың өзінің спикері мынандай бөлек ешқашан жетпейді. Мен сіздерге көрсетіп жіберейін. Және осы телевизордың HDR дыбысын тамашалаңыздар. Газ келе сай! Құтқарыңдар деп қаша бастады. Феникс. Ол ана жау жақ. Олар да өте үлкен дайындықпен келген. Оларда да құбылушы бар. Және оларды құбылушы тіпті де әбден пысып жетілген. Өйткені біз тұңғыш рет олар өзін-өзі меңгере алады. Біз бес ақылымызды енді жейіп жатырмыз. Шіркін осы жерде өте керемет достар. HDR-ді осылай. Сосын бір қысқаша дауысын естіңіздер. Мынау 5000 теңге достар, естеріңізде болсын. Жетеледің армандардан арманға Ұя салған от кеудеме бидарым
Uyanağın bardağının tandapa Yerkelip kulübedin Sol menen diligedin Arman boven bolup Jüre bergin Kelbeten sağındırgan